Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздермен және де амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді бүгін сіздермен бір кішкене қызымнан байқаған осы бірнеше күндегі бір істерді бөлісе кеткім келіп отыр. Сіздерге де тәжірибе бола ма? Кейін өздеріңіз жолықсаңыздар, солай істеп көрсеңіздер болады екен деген ниетпен. Қызым осы бір аптадай болып қалды. Тыныс жол қабынып ауырды. Алдында ағасы ауырған, ол ағасы ауырып, сонымен докторханаға апарып, оның мұрнын жудырғанбыз. Сол кезде қарындасы да барып көрген. Енді ағасы алдын ала идеалдық тәрбиелер жүргізіп апарғаннан кейін ол шыдап жудырып отырды. Сол жерде қарындасы қарап тұрды, бірақ қиналды. Сәл болса да сол кезде енді сондай қиын екенін, ауыратынын сезді да. Сонымен қарындасы енді осы жолы ауырып алдын ала дәріні алдында бермегенбіз, енді жазылып кетеді ғой деп, бұрында дәрі бермей жазылып жүрген еді. Сонымен асқындырып алдық, оны да апаруға тура келді. Содан ол жылады сол жерге баратынын білгенде. Мен бармайым деп. Сонымен алдын ала оған көп идеалдық тәрбие жүргіздім. Менің ойымда енді қызымдікі жеңілдеу, оның мұрнын жумайтын шығар, енді дәрі беретін шығар деп ойлағам. Солай деп қызым айтқам, сенікін ағаң секілді жумайды, ағаңдікі секілді олай істемейді, ауырмайды, дәрі ғана береді, кетеміз деп. Сонымен қызымда мақұл болып барған едік, жумаса болмайды деді доғдыр. Сонымен қызым әгін естіді де қол мұрнын басып ап жылады, мен жудырмайым деп. Жығылап сол жерде сон доғдырлар оған қаттырақ келді. Қолыңды ал, жумасақ болмайды деп. Алдында енді біраз алдады. Жумаймыз болды, жумаймыз деп. Сон жуатыны анық болып тұр ғой. Сонымен мен енді мысалы көп жағдайларда біз ата-аналар сол кезде баламыздың жағында тұра алмай қаламыз. Көбінесе сол доғдырдың айтқаны бойынша істей саламыз. Баламыздың көңілін біраз жұбатуды білмейміз. Сонымен мен айттым, ренжімесеңіздер, мен біраз айтып алайын, мен бұған мұрныңды жудырмаймыз деп келген едім. Бұл енді солай оймен келген. Сонымен идеалдық дайындық жоқ болып тұр деп едім. Кісілер түсіне алмады сәл-пәл. Енді бала ғой, бұл нені біледі дегендей қып. Бірақ бала бәрін біледі. Сонымен амал жоқ, енді барғанбыз. Енді қызыма чама бар айттым, бірақ түсіне алмады расында да. Оған енді амал жоқтықтан жудырдық, бірақ өзімді қатты кінәладым. Бақырып отырып, жылатып отырып жудырдық сол күні. Сонымен қайтып келдік үйге. Сонымен жудырып шықтық. Енді өзімді сондай кінәладым, мен алдын ала білмегендігімнен осылай болды ғой енді деп. Одан сол жерде енді қызым жазылып кетсін деп қана ойлап тұрмын, бірақ оның көңіл күйін түсінбедім да. Сонымен біз кетіп қызыма айттым, балам ренжіме, мен білмеппін алдында, сенікін жудырмайды ғой деп ойлаппын, бірақ асқынып тұр екен, жудырмасақ болмайтын бопты деп. Солай айтып түсіндірдім. Маған ренжіді, ренжігенің дұрыс балам дедім. Сонымен келдік, түнде де шошыды бірнеше рет. Өйткені сол кезде қатты бақырып жылаған. Сонымен ертесі күні бармайым деп жылап жатып алды. Үйге есігін жауып өзі жатып алды. Енді 3,5 жастағы қыз бала ғой, кішкентай. Оны да түсіндім, біз баруымыз керек дедім, бірақ бармайым деді. Жарайды деп, о күнде болды, бармай-ақ қойықшы деп, екінші күні бармадық. Үшінші күніне келіп едік, және де тығылып жылап бармайым деп. Соны екінші күн әсілі доғдыр бізге 5 күн үздіксіз келесіңдер деген. Екінші күнде апармадық. Сонымен кеше түнде қатты қиналды, мұрны бітіп, солай болып. Сонымен енді апармасақ болмайтын болды. Содан өзіне өте көп тәрбие жүргіздім, көп айттым, балам, мен сені апарғым кеп тұрған жоқ. Мен сені о жерде қинап, сенің түсініп тұрмын, ауыратын біліп тұрмын біраз болса да. Бірақ сен соны істеткеннен кейін өзің рахат сезінесің, жазыласың, соған бармасақ болмайтын болып тұр деп солай түсіндірдім, көп айттым. Одан кейін енді сен соны істетіп болған соң, біз мындай нәрселерді алып беремін саған, өзінің жақсы көріп жейтін нәрселерін айттым, соларды алып беремін, біз жудырайық деп солай ақырын айттым. Доғдыр айтқан 5 күн келді, біз 3-ақ күн барайық болды деп. Сол секілді сөздерді айтып, көңілін жұбатып, 2 күн тәрбие жүргіздік негізінен. Сонымен бүгін өздігінен жарайды мама, барайын деп.
сәл тұра тұрайыншы, киімімді кимей тұра тұрайын деп өзін жұбатып, біраз жылағысы келіп тұр, бірақ жыламай, мен біраз тұра тұрайын мама деп, жарайды онда 5 минут тұра ғой деп айтып қойдым. Мына кезге дейін 5 минуттан кейін киіндірем сені деп. Сонымен сол кезде өзі келді, киіндірдім, шықтық, докторханаға бардық. Есігінің алдында тұрғанда да мен біраз тұрып алайыншы мама деді. Жарайды дедім. Ол кезде де сағатты көрсетіп қойдым. Мына кезде барамыз деп, кіреміз деп. Сол сөйтіп жүріп бүгін бардық. Бүгін сондай жақсы жудырып шықты. Сонымен енді ертең келмеймін ғой мама деді. Ертең және бір күн келеміз, содан кейін бармаймыз дедім. Сол секілді енді сол ойлап тұрсақ, біз әдетте осындай жағдайларда, көп санды жағдайларда, мен енді бұрынғы кезім болса да мүмкін мен ұрсып істемесек болмайды деп, болмай сүйреп апаратын едім, көтере сап, жылатып, бақыртып. Бірақ та сол өте баланың көңіл күйіне зиян болады. Мысалы, көңілін жаралаймыз. Одан кейін доғдырдан сол бет қорқатын болады. Енді доғдыр бізге көмектесіп жатыр деп солардың бәрін түсіндіріп айттым. Сол секілді енді сіздерге де айтқым келеді. Бала бәрін түсіне алады. Біз сөз кішкентай істі де оған түсіндіріп айтуымыз керек. Мәселен, біз алдауымызға да болмайды. Мысалы, сол жерде енді доғдырлар болды жумайым деп қояды да жуады. Ол сөзсіз жуатынын біліп тұрмыз ғой. Сол үшін өтірік алдамау керек. Баланы нақ жағдайды айту керек. Өкіл қойғызса да мейлі. Балам өкіл қойғызамыз сен жазылуың үшін. Сәл ауырады, ауырмайды емес ауырады, бірақ сен содан жазыласың деген секілді. Нақты жағдайды балаға түсіндіріп айтуымыз керек екен. Зады балаға алдап, болмаса қорқытып істеуге болмайды екен. Соларды түсіндім. Ата-аналарға өте үлкен бір сабырлық қажет екен. Одан кейін баламызды барынша түсініп тұруымыз, сол баланың орнында тұрып ойлана алуымыз керек екен. Баламызды біз ғана қорғай аламыз ғой. Біз көп жағдайларда намысқа тыртысамыз ба, жоқ, бізге біртүрлі бет-бедел керек бола ма, біз баламызды қорғай алмай қаламыз. Көп санды жағдайларда қарап көрсеңіз, баламызды кінәлаймыз. Олай істеуімізге болмайды екен. Барынша сабырлылықпен, мысалы, сабырлылықты, өзін-өз қалай ұстауды бала бізден үйренеді. Сол үшін соларды баламызға үлгі болуымыз керек екен, сол жағынан. Енді бәріміздің балаларымыз ауырмасын, соны тілеймін. Енді егер де осындай жағдайларға жолығып қалсаңыз, осылай істесеңіз болады екен. Балаңызға ақырын айтып, түсіндіріп, доғдырға барудың алдында болмаса. Сол секілді солай істесек болады екен. Бәрімізге сабақ болсын. Рахмет.